Ене, 3 бөлім. Бірақ ертесінде таңғы ас үстінде маған әбден сөйледі. Кешегі құрбысы құдағиы болмай қалған Фатима екен. Сол, енді ел-жұртқа айтып үстімнен күлетін болды. Қанша уақыт өтсе де тым үйренбедің. Істегенінің бәрі шала. Салақсың, деді. Бетінің әдемілігін қайтейін? Істеген ісін түріне сай емес. Келін алып үй тіршілігін тапсырып, алаңсыз болармын, деп едім. Қайдағы? Сыртта жүрсем де, аяқ астынан қонақ келіп қалса, дұрыстап күтіп ала алмайсың, деп әбден сөкті. Күйеуім үнсіз отыр. Мен ашуға булығып, жүгіріп бөлмеме барып, киініп алдым да, ебіл-дебім шығып, көшеге атып шықтым. Енем қарап қалды. Күйеуім артымнан жүгіре шығып, атымды атап, тоқташы деп жатыр. Мен артыма қарамай жүгіріп барамын. Бір кезде көз алдым бұлыңғырланып барады. Айналам қап-қараңғы. Түнекке айналып, қалқып бара жатқандай күйге түстім. Есімді жиып, көзімді ашсам, үйде жатырмын. Төбемнен төніп мұрны қоқиып, ауылдағы емхананың дәрігері Минаш апай тұр. Қасында енем мен күйеуім тұр. Қаны аз болар, дейді. Сөйтсем, көшеде жүгіріп бара жатып, басым айналып, есімнен танып құлап қалыппын. Минаш апай, етеккірің қашан келіп еді? Деп барлығын сұрап жатыр. Сонымен ауданға, ауруханаға жіберді. Анализ тапсырып дәрігерге кірсем, аяғым ауыр екен. Бұған күйеуім қатты қуанды. Үйге келіп енеме айттық. Енем таң қалғандай болды. Жүзінен басқа ешқандай қуану секілді сезімді байқамадым. Осылай күндерім бір қалыпты өтіп жатты. Сол күнгі жағдайдан кейін енем маған тиісіп сөйлеген жоқ. Аяғым ауыр болған соң ба үндемейтін. Бірақ қайта-қайта мазасы қашып, ауырып қалып жүрді. Қайнапкелерім де көп келгіштеп кетті. Аналарымен бірге сол бөлмесінен шықпайды. Бізге ештеме айтпайды. Бір күні енем өз орнын босатып, түбегейлі мектептен шығып кетті. Ауруы асқынып, тіпті төсек тартып жатып қалды. Мұнысын қатты уайымдай бастадық. Күйеуім ауруханаға жатқызамын, емдетемін десе көнбейді. Сөйтсек, осыдан біраз бұрын жаман ауруға шалдыққан екен. Мұнысын қыздары ғана біледі екен. Ауруханаға қаралса, ауруы соңғы кезеңде екен. Дерті жанына батса да, ешкімге білдірмей жүре беріпті. Сөйтіп, ақыры болмаған соң, жұмыстан шығып кетіпті. Мұны естігенде, күйеуім қатты күйзеліске түсті. Мен межелі уақытым жетіп, ұл босандым. Жатырым ашылмай, іштегі бала да үлкен болып, кесір тілігімен алды. Қатты қиналдым. 1-7-ден соң ауруханадан шықтым. Үйге келсем, енем тіпті нашарлап жатыр екен. Қайнапкелерім жылап жүр. Арада 3 күн өткен соң енем қайтыс болды. Арулап соңғы сапарына шығарып салдық. Енемнің соңғы сәттерінде қайнапкелерім жанынан шықпай отырды. Өздері тосып, жуындырып қарады. Мен аяғым ауыр болғандықтан енеме көп кіре бермейтінмін. Соңғы рет көргенімде бұрынғы қатал, өзіне сенімді, ренді енемнен түк қалмап еді. Жаным ашитын. Бірақ қолдан келер қайран жоқ. Шынымды айтсам, бір кездері мені қатты ұрысқанда ішімнен қатты налып едім. Бірақ өлім тілеген емес едім. Алла өзі кешірсін. Сөйтіп тірі жан тіршілігін жасайды дегендей, әрі қарай өмір сүрдік. Үлкенім 1 жастан асқанда, екіншіме аяғым ауырғады. Оны да кесір тілігімен босандым. Осы кездері енем қайтыс болғаннан кейін, күйеуімнің психикасы қатты өзгеріп кетті. Күйгелек, ашуланшақ болып кетті. Болмашы ұсақ түйекке ашуланып, бар ашуын менен алатын болды. Бір күні үлкен арық жақта арқандаулы тұрған бие жібіне оралып, суға құлап, тұншығып өліп қалады. Сол кезде мен қырқымнан енді шыққан едім. Күйеуім сен қарап қоймадың, деп кінәлап, бет-аузымды көгала қойдай қылып сабап тастады. Содан кейін 2 баламды алып
ағамдікіне кетіп қалдым. Мынадай түрімді көрген ағам мен жеңгем қатты ашуланды. «Қайта бармайсың, ажырасасың!» деп ұрысты. 3 күннен кейін артымнан күйеуім келіп еді, ағам желкесінен ұстап есіктен лақтырып жіберді. Сөйтіп ағамдікінде біраз жаттым. Содан кейін күйеуім келуге батпай кешірім сұратып туыстарын жіберіпті. Қайнапкелерім келіп ағаммен сөйлесіп кешірім сұрап бізді алып кетті. Қанша ұрысып ренжісек те өз үйіме үйреніп қалыппын. Күйеуім екеуміздің ұрысып соғысып қалатын кездеріміз одан кейін де талай болды. Осы арада кеңес үкіметі ыдырап, белгісіздік, тоқырау замандары орнады. Сол уақыттарда біраз қиналдық. Егістіктерге шығып жұмыс істедік. Мал, тауық, үйрек ұстап жанымызды бақтық. Екіншімнен кейін тағы 2 рет көтеріп едім. Екеуі де внематочная болып отаға түсіп, содан кейін бала көтермедім. Ұлдарым ержетті. Үлкен ұлым мектеп бітірген соң орта білім алып жұмысқа тұрды. Бізге қолғабыс болып, бір жағымызға шығыса бастады. Осыдан кейін екінші ұлым жоғарғы оқу орнына түсті. Ұлдарым өскен соң күйеуімнің де қызба мінезі басылайын деді. Бұл уақытта үлкен ұлым 25 жасқа келіп қалған болатын. Бір күні келіп, «Мама, мен үйленемін» дейді. Мен аңқайып, таңырқап қалдым. Ұнатып кездесіп жүрген қызы бар екен. «Ойбой, не дейсің?» деппін. Өйткені мен ене болуға дайын емес едім. Мен жалпы ене болуға дайын емеспін дегенім, елдің әйелдері секілді кетке, мата-сатаға артық ақша жинамаппын. Келін болып түскелі, енем мен күйеудің тарапынан қолынан дым келмейді, салақсың, олақсың, шешен мен туыстарын алқаш деген сөздерді ести беріп, өз-өзіме сенімсіз, жалтақ болып қалдым. Өз-өзіме деген осындай пікір санама сіңіп қалған еді. Сол себепті болар, ешкіммен дұрыс қарым-қатынас жасап араласа алмадым. Баяғы көрші Гүлзимен бірге оқыған құрбым ғана келіп тұратын. Анам ұзақта, жылына бір-ақ рет қана келіп кететін. Оны да болса күйеуім жақтырмай жүретін. Шындығында енем қайтыс болғаннан кейін де 2 баланы өсіргенше біраз қиналдым. Екінші кесір тілігін дұрыс жасамай, кескен жерім жазылмай іріндеп, аурухананы жағалап, әрең жазылып еді. Одан кейін де 2 рет трубаларымды алып тастағанда тағы отаға түстім. Осыдан кейін денсаулығым күрт төмендеп кетті. Күйеуім де мінезі қызба, бір жағыма шығысып, көмектескенді білмейтін. Жаялық, ползунки дегенді балалардың боқ сүдігін үйіп қойып, бірақ жуатынмын. Кейде қайнапкелерім келіп қалғанда, үй сүдік сасиды деп, маған сөйлеп жүріп үйді жиып, тазалап жуысып кететін. Осылай жүргенімде міне, ұлым да ержетіп үйленемін деп отыр. Ұлым өте жанашыр, еңбекқор болып өсті. Ес білген шағынан бастап, күйеуім екеуміздің талай ұрыс керісімізді көріп өсті. Маған қатты жаны ашып тұратын. Кейде мен ауырып жатып қалған күндерінде үйдің бар тіршілігін жасап, сиырды да сауып, сүтін пісіріп, маған шай тамақ беретін. Балам ерте есейіп кетті. Өзі қатар балалармен асыр салып ойнайтын уағында мал қарап, үй тіршілігін жасап жүретін. Есейген сонда өзі оқуға түсіп, жұмыс істеп, қосымша көлік алып сатумен айналысатын. Жастайынан ол да әкесінің талай таяғын жеді. Соған қарамастан әкесін сыйлайтын. Бір күні есейіп, бозбала болып қалған шағында сыныптастарымен көрші ауылға дискотекаға барып, кеш келіп еді. Сонда әкесі боқтанып, қайда жүрсің деп, қол көтермек болғанда, балам әкесінің қолын ұстай қалып, «Әке, болды, мен енді ержеттім, мұныңызды қойыңыз. Анамды да мені де тоқпақтағаныңызды қойыңыз, жетер», деді. Осыдан кейін әкесі басылды. Сөйтіп балам үйленемін дегенде сасып қалғаным осы еді. Жалғасы бар.